қазағымыздың итқұйрық деген оюы. Дұшпанның кеудеңнен жоғары өрлемесін деп, сенің шалбардың балағына тігіп отырмын. Тілеймін бақытты ғұмыр ашық аспан, жылағанда барма тілек бұдан асқан. Алдарыңызда Шахмардановтар әулеті, ата салтты өсиетті асқақтатқан. Адалдық пен ізгілікті сақтаған, мерейлі отбасымен мақтанам, жоғалтпаған қадірі мен қасиетін, ұлт тірегін құндылығын сақтаған. Руым арғын, Майгүл есімім, Найман елінің келінімін. Әкеміз Ануарбек отбасымыздың тірегі, еңбекке баулап үйретер өнерін. Жақсылыққа жетелер қыран құстай, жан жаққа зор талабымыз. Анасымын 4 жасар Асылханның, өнерге жақын баламыз. Айгөлек бөбек жай бақшасына барады, қазақи ұлттық сана тәрбие аламыз. Ақылды да саналы дара қабілетті, құлшынысы зор қараныз. Ал балам бата бере ғой. Бата берейін, ұста болсын мейлейін, ақылласы тозайсан, ат әлікін төгейін, дастарханым мол болсын, пайда жүсен зор болсын. Әумин. Ой балам жарайсың, мынау не екенін білесің бе? Бұл не? Балам сөзінің жаны бар, бірақ бұл ат ұратын зат емес. Жылқы малы өте қасиетті жануар, қамшы деп аталады. Жылқыға осы қамшымен белгі берсең, жылқы шабатын жерде шауып де тоқтаған. Қазақтың әрбір заты киелі. Сен бұрын ата бабамыз адамды емдеген, шыңдарды шығарған. Түсіндің бе балам? Енді түсіндің ғой не екенін балам. Нәрсе бұл? Ай жарайсың балам, мұны алған жеріне апарып, есіне қайтарып бер. Бұл кер саған балам ұнап тұрса, осындай саған жасап берейін. Сен маған көмектесесің ғой? Мен сабағы және құлағы және басы болады. Алдымен бізге осы заттарды дайындап алу керек. Бұл үшін емен ағашы керек. Және 8 өрімді түйенің терісі керек. Жүр алдымен сол заттарды тауып алайық.